Жігітті өзім тауып беремін. Тұрсынбек Қабатов қыздарының болашағына алаңдайтынын айтты. Желіде Тұрсынбек Қабатовтың қыздарына қатысты айтқан сұхбаты тарады. Бұл туралы skifnews.kz ақпарат порталы хабарлайды. Әзілкеш әңгіме барысында бала тәрбиесі туралы сөз қозғады. Қыздарымның құлағын әлі тескен жоқпыз. Үшеуінде де сырға жоқ. Мен айтамын, қазақта сырға салу деген бар. Сол кезде құлағыңды тесіп, сырға салып беремін. Бірінші сырғаны сол жақтағылар келіп тақсын. Сырға салу деген содан шыққан деп ойлаймын. Оқып жүрген кезде әр нәрсені құлақтарыңа іліп алып жүргендерің керек емес деймін. Күйеуге шыққаннан кейін де үлгересіздер. Би кештеріне баруға мүлде рұқсат жоқ. Заманауи киініп, ел қатарлы жүріңдер. Оған қарсы емеспін, деді ол. Сонымен қатар Қабатов күйеу балаларын да өзі таңдайтынын айтты. 3 қызымның құлағына жігітті өзім тауып беремін деп құйып жүрмін. Өйткені қыздар сол уақытта соқыр ғой. Қайта әлеуметтік желіде отырып алып, жігіт іздемейді. Папам тауып береді деп жүреді. Қыздарым сіз таңдаған жігітке күйеуге шығамын дейді, деп мәлімдеді әзілкеш. Бұл сұхбаттағы Тұрсынбек Қабатовтың қыз тәрбиесіне қатысты айтқан сөздері әртүрлі пікір тудырса да, жалпы ата-ана ретінде балаларының болашағына алаңдауы түсінікті жағдай деп ойлаймын. Әр әке қызын қорғағысы келеді, білесіздер. Жақсы жерге ұзатуды қалайды, бірақ жігітті өзім таңдаймын деген ойы меніңше қазіргі заманның талабымен сәйкес келе бермейтін сияқты. Ата-ана бағыт көрсетіп, ақыл айтып, сақ болуды үйретуі керек, бірақ баланың жеке таңдау құқығы да өте маңызды. Бүгінгі жастар өз өмір жолын өзі жариялап, өз шешімін өзі қабылдайтын заманға да жетті. Сондықтан да ата-ана мен бала арасында сенім мен ашық әңгіме бірінші орында тұруы тиіс деп ойлаймын. Қабатов бұл сөздерді әзіл ретінде айтуы да мүмкін, білесіздер. Өйткені ол сахналық стилінде шынайы ойды әзілмен жеткізуге дағдыланған адам. Бірақ қоғамда әке, күйеу таңдауы сияқты мәселелер өте нәзік, сондықтан әр сөз көпшілікке басқаша әсер береді. Қысқасы, қыз тәрбиесі үлкен жауапкершілік. Ең бастысы еркіндік пен тәртіптің арасындағы тепе-теңдікті таба білу деп санаймын.